Ассалаумағалейкум, қымбатты көрермен, бұл Заң Лайф арнасының жариялайық бағдарламасы. Біз қазір Алматы қаласы Алмалы ауданының полиция басқармасындамыз. Шетелге жұмысқа жібереміз деген агенттіктерге қыруар қаражат салып алданып қалдық деген бір топ жәбірленушілердің мұңын тыңдауға келдік. Қазір оқиғаның анық-қанығын бірге білеміз. Таныстар айтты, бірақ енді олар да алданып отыр. Ол айтқанда маған енді обай сен жүр деп қинаған жоқ. Көр деді, өз бағымды көр деді. Мен өзім маған жетпеген екен, мен бардым. Мен есім Алиева Мадина Солтанбековна. Мен былтыр 9 мартта S-Victory компаниясына 750 мың теңге ақша берген едім, шетелге жұмысқа жібереміз деп. Бірақ шетелге ең біріншісінде Англияға жұмысқа барасыңдар деп, оған визаға тапсырдық. Одан кейін ол болмай қалды, одан отказ шықты деп. Ол өтіп кеткеннен содан кейін Польшаға тапсырдық. Польшаға барып тапсырған кезде документтерді сол S-Victory компаниясы бүкіл документтің бәрін жасап берген маған, бірақ к сожалению, мен Польшаның елшілігінен отказ алдым. Сіздер подлинный, искаженный, фальцированный документ әкеп бердіңіздер деп, сонымен бізді маған отказ берді визадан. Олқылықтарын сол кезде байқардым. Бірақ біз осы октябрьдің 30-нан бастап осы Алмалинский ровдға келіп заявление жазған едік. Біздің заявлениеміз әлі күнге дейін қаралған жоқ. Кеше Сәулеп Совет қызын кеше ғана допросқа ғана шақырды. Мен ойлаймын да, неғып қарамайды, Қазақстанның заңға аяққа кетті, не үшін қарамайды, прекрасно біліп тұр, уже бәрінде подлинный документ бар, сондай документ жасалғанын, сонда да біздің қаралмай жатыр, ешқандай ісіміз. Келісім шарт жасаған кезде бізде 2-3 айдың ішінде кетесіңдер деді. Мен уже майда уже Англияда болуым керек еді, бірақ мен бара алмадым. Анығырақ байқамаған кезде ол жерде Бабаева Асель деген менеджер, менің таныс қызымның туысқаны болғаннан кейін соған сеніп қалдық. Бабаева Асель деген әйел менеджер, сол бізді тартты сол жерге. Полиция қызметкерлерінен қорқыныш болған кезде 3 айдан бері қаралмағаннан кейін енді ойлаймыз, енді ары қарай қаралса екен, или қаралмай істі жауып тастайтын шығар деген қорқыныш болғаннан кейін біз сол үшін бүкіл телеарналарды шақырып осындай резонанс жасап жатырмыз. Қанша ақша аудардыңыздар, қаражат? 750 мың теңге аудардық. 500 мың теңге мен аудардым. Бірінші рет аудардық, виза келгеннен 250 мың, общий 750 мың теңге аудардық. Мен миллион бердім. 500 мың былай бердім, 500 мың теңге кредит шығарып бердім. Соны әлі төлеп жатырмыз. Күніге келеміз, расход болатымыз. Жұмыстан шығып кетіп, жұмыссыз біз сөзін үшін қазір. Біз сол үшін жұмыс болмағаннан кейін Англияға кетеміз деген ой болды, бірақ кете алмадым. Не ақша жоқ, не жұмыс жоқ. Көшеде маңырап жүрміз. Кеңсесінде отыр ма ол адамдар қазір? Кеңсесінде отыр, адам жинап жатыр. Үйде охрана қойып қойған, біз барсақ охрана кіргізбейді. Әлі күнге дейін жалғастырып отыр. Бізден кейін тағы 200 бір бәле адам жинап жатыр тағы да. Сіздер енді жалпы саны қанша адамсыздар шамамен енді? Енді 400-дей дейді, негізі жалпы саны адамның 400-дей дейді. Негізі адам саны 400-дей дейді. Бұрында бұл әйелдің ең бірінші компаниясы Travel деген компания болған. Оны жапқан, одан кейін ол компания жабылған, S-Victory деген компания ашқан. Оған біз міне, одан кейін тағы да бір новый компания ашқан еді, Top Work деген. Біз оған комментария жазып, ол қазір компаниясын атын өзгеріп тастады ма, бірдеңке істеп тастады. Например, мен өзімде 750 мың теңге ақшаны мен 4 жылға кредит қалдым. Мен соны төлеп жатырмын. Мен сонда 8 ай төледім да, соң енді тағы да төлеуім керекпін ары қарай. Қандай жұмыстар бар деп уәде берді? Бізге айтты, сендер грибы теруге барасыңдар, саңырауқұлақ теруге барасыңдар, ақшасы осындай деді. Жалақысы 1 миллионнан жоғары дедім. Жатар жері бесплатно, просто ком услуга ғана төлейсіңдер деді. Бізге мағанда мысалы 2 миллион деді, 2 миллион. Жататын жер тегін деді, бірақ тамақ өздерің аласыңдар деді. Обед уақыт бір рет тегін деді, қалған завтрак ужин өздерің аласыңдар деді. Сол күніге ертең келесі аймен алдап келатыр ғой. Содан кейін не? Қандай талаптарыңыз бар енді? Енді талаптарымыз болғанда ақшамызды қайтарып берсін. Дөже мырза, енді айтып өтіңізші, осы қазір іс бойынша қозғалып жатыр ма? Не болып жатыр өзі? Талаптарыңыз қандай? Енді бұлар халықтың арызы бойынша қылмыстық іс тіркелген, осыдан 3 ай бұрын тіркелген. Мен өзім 3 айдан бастап кірістім. Қылмыстық тіркелді, бірақ бүгінгі күнге дейін ешқандай тергеу амалдары жүріп жатқан жоқ. Кеше беттестіру әрекеттері жүреді деген кезде мен келгенмін. Бірақ жаңағы бұл кісіден арызданған адамын енді әкеліп жатыр. Сосын мен кеше тергеудің бастығына айтқанмын. Сендер не себептен 3 айдан бері арыз түскеннен кейін
әкеліп отырсыңдар, неге сол арыз түскен кезде әкелмедіңдер деп едім. Оған анау деді, мынау деді, Қазақстанда болмады, негізі Қазақстаннан еш жаққа кетпеген, ол Қазақстанда болған, бірақ 3 ай бойы не себептен арыз түскен күні бар адамды әкеліп жауап алу керек қой. Онда әрекеттер жасап отқан жоқ. Мен сол үшін кеше осы начальник роботға да кіргім келген, бірақ өкінішке орай кіргізбеді. Бірақ ол кісіден жауап аламыз, одан кейін беттестіруге шақырамыз деді. Сонымен кеше тергеу амалдары болған жоқ, өздерінің іштерінде болды. Не үшін үйтіп созылып кетті деп ойлайсыз өзіңіз? Енді білмеймін оны неге олай істеп жатқандарын. Адамдардың барлығы арыздары бар, бұлардың кісілердің бәріне жауап алынды. Бұл кісілердің барлығын айтқандары сол жаңағы жұмысқа тұрғызамын шетелге деген уәждерін айтты. Сосын жаңағы тұрғызған жоқ, ешқандай да ояқта шетелде жұмыс жоқ екенін айтты. О жақпен бұлардың компанияның арасында ешқандай келісім жоқ екенін айтып отыр. Олардың ондай жұмысқа тұрғызатындай мүмкіншіліктер жоқ екенін біз қазір анықтап отырмыз. Бірақ өкінішке орай біздің құзыретті органдар соның бәрін біле тұра бүгінгі күнге дейін ешқандай тергеу амалдарын жүргізбеген. Күдікті деп танылған адам бар ма қазір? Енді сол басшысының қазір жауап алды. Жауап алғаннан кейін бұл кісілермен беттестіреді. Одан кейін барып күдікті деп тануы мүмкін. Егер де бұлар таққан жағдайда. Бір тақпауы да мүмкін, ол білмеймін. Өйткені бұлардың келісімшарт бар дегендер әңгімені айтады. Ол келісімшарт болғанмен де ол келісімшарт бойынша ол жүзеге аспайтын болса, ол келісімшарт не үшін? Ол формальды түрде жасалған келісімшарт қой ол. Сондықтан бұл жерде кейде бұлар сол жаңағы азаматтық тәртіппен деген сияқты сондайға келтіргісі келеді. Олай болмайды. Ол деген қаншама халық алданып отыр, ақшасын беріп отыр, ешқандай жұмыс жоқ, барғандардың алды қайтып келіп жатыр. Яғни ояққа барғанда ешқандай ояқта күтіп алатын адам жоқ дейді. Өзіміз барып, өзімді қаражатымызбен ит болып әрең қайттық деп отыр. Біз қазір Алмалы аудандық полиция басқармасының бастығына кірдік, начальник рободаға. Бірнеше қылмыстық істерім бойынша не болып жатқанын анықтау мақсатында, бірақ өкінішке орай ешқандай тергеу амалдары жүрмегенін анықтадым. Даже мына басшылықтың өзі мына қаншама халық шулап жатыр. Мына компанияға алдандық, жұмысқа тұрғызамын деп тұрғызған жоқ деген сияқты. Сол бойынша да мен айттым, оның барлық халықтың шулап жатқанын біле тұра, хабар бар екенін білдім, бірақ өкінішке орай бірде-бір тергеу амалдары жүрмеген. Яғни жаңағы арызданып отқан адамның өзін 3 айдан кейін кеше ғана әкеліп отыр. Ол не деген сұмдық ол деген. Яғни тергеу органдары жұмыс істемейді деген сөз. Яғни мына начальник роботы да ешқандай да қадағалаудан тыс болып отыр ғой. Яғни қадағаламайды деген сөз. Сондықтан енді маған осы аптаның аяғына дейін мерзім тұрады. Өзіміз аяғына жеткіземіз, осы аптаның ішінде шешім қабылдаймыз деді. Енді көреміз, енді қабылдай ма, қабылдамай ма, әлде сол жаңағы құр әшейін уәде бола ма, оның барлығын енді алдағы уақытта сіздермен бөлісетін боламыз. Біз жариялайық бағдарламасы алдағы уақытта бұл істі өзіміздің қадағалауымызда ұстаймыз. Рахат Қосай, Жақсылық Тұрғанбаев, Заң Лайф арнасы.